Ой, бәрекелді. Кеш жарық хандар мен мырзалар, кеш жарық алтынастай ғайын, ассалаумағалейкум. Сәлем берсең сауап аласың дейді мұсылмандар. Осы аттарыңызға шыққанда ассалаумағалейкум деп, әулеттің көшін алға тартып келген абыз ақсақалдарымызға, бүгінгі салтанатты кешімізге жаулығын шешпей арын арқалап келген аяулы аналарымыз, жекжат жақсыларымыз, бүгінгі қуанышқа жүрек жақты тілегін жүгетіп келген алтынастай ағайын, бүгін кешегі қандар құттықтасып, билескен қан сарайының астында бәрімізді бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай қылып, бала көңілмен дала дастархан жайып, ағынан жатып жатырған, осы өңірге есімдері белгілі Дайрашевтар әулеті, Құлжабай ата ұрпағы, соның ішіндегі Бибісара анамызбенен Ербол мырза мен Дана ханымның орнының басындағы құтты қуанышқа, құтты болсын айтып келген қадірлі қонақтар, қош келдіңіздер. Той қонақтарының тұғыртасы мықты болсын деп, той иелерінің қуанышы құтты болсын деп, қол соғып, құрмет жасап қойыңыздар қадірлі қонақтар. Бүгін төре баба балдарының тойында отырмыз, ардақты ағайын. Бұл әулеттің әу бастан-ақ атасын ақылды, анасы ақылды болған, тұлпары тағалы, қарабасы бағалы саналып, қолы жағадан, аузы тобадан түспей келе жатырған әдемі отбасы, ардақты ағайын. Келген қонаққа құрақ ұшып, қойын сойып, қымызын ұсынатын, табағын емес, қабағын беретін, қашанда есігі ашып, төрі жазып, дастарханда жаюлы, аса әзір тұратын әдемі әулеттің қуанышы. Бүгін төл қуаныштың куәсі болғалы жатырмыз. Өзі төртеу біріксе, тасқа гүл өсіреді деген сөз бар қазақта. Бүгін оның бір дәлелі иманалы әділет балдарымыздың мұсылман тойы. Алладан аманат, пайғамбардан сүннет, ата-анаға міндет болған тойымыз. Мұсылмандарды құттықтап, соның ішіндегі қадірлі қызымыз Хадиша қызымыздың тіләжар тойы, Айдын баламыздың соғып кесер тойы, ардақты ағайын. Олай болса, қызымыз ибалы болсын деп, ұлдарымыз иманды болсын деп құттықтап, қол соғып қойыңыздар балдарымызда. Енді көрскен қылып, саулық сәлемді кішкене кідірдім. Үлкен келсе асыға келеді, кіші келсе сізге келеді дейді. Оның есесінде босағада тұрған жанның берекесін қашырмай, келген қонақтармен қашан қауышып, тігімізден тұрып тілегесіздік деген тойдың егелеріне кезек берсек дейміз, ардақты ағайын. Өзі мұсылманда Алланың разылығы, ананың разылығы дейді. Осы бүгінгі тойымыздың алғашқы құрметін, алғашқы сыйымызды анамызға көрсетсек дейміз. Өйткені қыз бен ана деген сөз бар, аңыз бар, қыз қонағы елдің деген аңыз бар. Бұл дүниеге адам қылып әкелген аналарға барлық адам қарыздар деп, жаулығына кір тигізбей, жаулығына періште ұялатып, ұрпағын үлпілдетіп өсірген біздің ардақты анамыз, Бибісара анамызға көңіл бөлсек, құрмет жасасақ дейміз, қадірлі қонақтар. Ол құрметті әдемі тілегін әдемі әнмен жеткізуге келген сол сырлы созақтың төл перзенті, қазіргі таңда исі қазаққа есімі белгілі эстрада жұлдызы, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз, тыңдаған жанды қара тырнағына дейін шымырлатып қоятын шын талант иесі Жұбаныш Жексенұлын ортаға шақырамыз, ардақты ағайын.